Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздердің назарларыңызға сұраулы сөйлем және бұйрықты сөйлем, лепті сөйлемнің сипаттамасына қатысты ақпарат ұсынғым келеді. Жалпы сөйлемдерді айтылу мақсатына қарай бөлетін жүктемесі бар екенін білеміз. Соның ішінде сұраулы сөйлем бұл бір нәрсе туралы хабар алу үшін қойылған сұрақты білдіретін сөйлем. Сұраулы сөйлемнің жасалуының негізгі екі амалы көрсетіліп жүр. Бұл лексикалық амал және синтаксистік амал. Лексикалық амалына сұраулы сөйлемнің сұрау есімдіктерінің қатысу арқылы жасалуы жатады. Ал сұраулықшылаулар мен интонация арқылы сұраулы сөйлемнің жасалуын синтаксистік амалға жатқызамыз. Қашан келесің? Бұл сұраулы сөйлемнің жасалуына қашан деген сұрау есімдігінің қатысуы себеп болып тұр. Яғни бұл сұраулы сөйлемнің жасалуы лексикалық тәсіл арқылы жүзеге асып тұр. Ал синтаксистік тәсіл арқылы сұраулы сөйлем жасалған кезде сұраулық шылаулар қатысады. Сен келесің бе? Бе сұраулық шылауы. Мынау ауылдың әкімі Бектасова Әсия деген әйел. Әйел интонация арқылы жасалған кезде сұраулы сөйлем ешбір сұраулық шылаусыз немесе сұрау есімдіктерінің қатысынсыз тек қана сұрау интонациясы арқылы ғана жасалады. Сұраулы сөйлемдерді қызметіне қарай үш топқа бөледі. Негізгі сұрақты білдіретін сөйлем, жетек сұрақты білдіретін сөйлем және анықтаушы сұрақты білдіретін сөйлем. Негізгі сұрақты білдіретін сөйлем, сөйлемнің негізгі сұрағы әңгіменің басында және ашық қойылады. Сен бала Қызылжардан емессің бе? Сұраулық шылау арқылы жасалған негізгі сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем. Жетек сұрақты білдіретін сөйлем бұл алдыңға айтылған әңгіменің мазмұнына, сөйлемнің мазмұнына қатысты сондағы ойды өрбіту мақсатында қойылады. Бас инженер болуға Ілияс дайын тұр. Сен өзің ше? Осы жерде сен өзің де инженер болуға дайын емессің бе деген мәнді, сол бас инженер болуға Ілияс дайын тұр деген сөйлемнен кейін соған сүйеніп қойылып тұр. Жетек сұрақты білдіретін сөйлем. Анықтаушы сұрақты білдіретін сөйлем алдындағы сөйлемде айтылған пікірге немесе ойға қатысты бір нәрсені анықтау мақсатында қайта қойылады. Және ол алдыңғы сөйлемнің сөзін қайталап құрылады. Бұл кісілер қай елдікі? Сабындыкөлдікі. Сабындыкөлдікі, яғни Сабындыкөлдікі екендігін анықтау мақсатында сол сөзді қайталап сұраулы сөйлем құрылып тұр. Бұл анықтаушы сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем деп саналады. Сұраулы сөйлемдердің мағынасына қарай ашық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем, альтернативті сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем және риторикалық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем, түрткі сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем деп бөледі. Ашық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемде сұрау есімдіктерінің қатысуы арқылы жасалады. Сұрақ ашық қойылады. Кім келді, неге келді, не үшін келді деген тәрізді. Ал альтернативті сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемде осы сұраулы сөйлемнің ішінде берілетін жауаптың бірі болады. Сондықтан оны баламалы сұрақ немесе альтернативті сұрақты сөйлем деп аталады. Тоқтайсың ба, тоқтамайсың ба? Қойылған сұраққа жауап осының ішінде тұр. Я тоқтайды, я тоқтамайды. Риторикалық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем бұл жауап күтілмейтін сөйлем. Басқаша айтқанда, қарапайым тілмен айтатын болсақ, сұрау формасында келген хабар, яғни хабарлы сөйлемнің қызметін атқарып тұр, хабар беріп тұр, бірақ ол сұраулы сөйлем формасында беріліп тұр. Ол мұндайдан қалған ба деген риторикалық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем. Бұл жерде оны қалған ба, қалмаған ба деп сұрап тұрған жоқ, оны мұндай жерден қалмайтындығын хабарлап тұр. Түрткі сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем, сол кісіге жолықпадың ба деп сұраулы сөйлем формасында келгенмен, бұл сол кісіге жолық деген бұйрықтық мәнде айтылып тұр. Қарапайым тілмен айтқанда, риторикалық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем, бұл негізгі мағынасы, мазмұны хабарлы сөйлемге сәйкес келеді, бірақ синтаксистік формасы сұраулы сөйлем формасында келген. Ал түрткі сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемнің негізгі мағынасы бұл бұйрықты сөйлемнің мәнімен сәйкес келеді, бірақ синтаксистік құрылымы формасы бұл сұраулы сөйлем. Сондықтан сұраулы сөйлемді мағынасына қарай ашық сұрақты білдіретін, альтернативті сұрақты білдіретін, риторикалық сұрақты білдіретін, түрткі сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем деп жіктеу қалыптасқан. Бұйрықты сөйлем қимыл әрекетке итермелеу мақсатында айтылған сөйлем.
Бұйрықты сөйлемнің бұйыру, өтініш, тілек мағынасында жұмсалатын болса, оның бұйрықтық мәні бәсеңсейді, дауыс бәсеңсейді. Ал бұйыру қатал талап мағынасында жұмсалса, бұйрықты сөйлемнің интонациясы көтеріңкі болып айтылады. Яғни бұйрықты сөйлемнің бұйыру интонациясы осы бұйрықты тілек мәнінде немесе қатал талап ретінде берілуіне қарай өзгеріп отырады. Бұйрықты сөйлем баяндауыштарының өзіндік жасалу жолы қалыптасқан. Негізгі формасы етістіктің жалаң екінші жақ бұйрық рай формасы. Ауызекі тілде ғын-гін формасы да осы көне форма ретінде бұйрықты сөйлемнің баяндаушы қызметіне жұмсалады. Көп сөзді қайтесің, одан да тауығыңа ие бол. Сен ертең келгін. Ауызекі формада гін формасымен келіп тұр. Бірінші жаққа қатысты айын, ейін, айық, ейік жалғаулары арқылы немесе осы айық, ейік, айын, ейін деген формаға қатысты негізі әдебиетте құранды қосымша ретінде көрсетеді. Бұны а, ей бұйрық мағына беретін жұрнақ ретінде қарайды, ын, ін, ық, ік жақты көрсеткіштер ретінде түсіндіреді. Ал алық, елік, алы, елі дегендер формалар эпостық жырларда жергілікті қолданыста жұмсалатындығы айтылып жүр. Үшінші жаққа қатысты жіктік жалғауы сын. Мен барайын, біз барайық, біз баралық. Өткен іске өкініп біз кетелі, біз біраз айтып мұратқа біз жетелі дегенде алы, елі формалары қозы көрпеш баян сұлу жырында кездеседі. Шартты райдың сасы етілғалы шартты рай бұйрықты сөйлем баяндаушын жасауға қатысады. Ол тез келсін, сен ертерек келсеңші дегенде осы шарттар айтылғасы шарттар айтылғасымен келіп тұр баяндаушы. Сен ертерек келсеңші, барсаңшы. Екінші жақ бұйрық рай форма мен деген соң және екінші жақ бұйрық рай форма тіркесіп келеді. Шық деген соң шық. Ушы формалы есімше болма, айтушы болма анаған дегенде бұйрықты сөйлем баяндаушы осы ушы формалы есімше мен болма деген көмекші етістіктің тіркесі арқылы жасалып тұр. Лепті сөйлем. Сөйлеушінің эмоциясын қоса білдіретін сөйлем. Эмоциялық мағына беретін сөйлемде негізіне одағай қатысады, модаль сөз келуі мүмкін және өзіне тән леп әуенімен айтылады. Эмоциялы баяндауыштар осы лепті сөйлем жасауға бейімделген баяндауыштар. Олар бір сөзді қайталақтап құрылады. Оған айтса айтқандай, келетіні келеді, келуі келеді, мықты десе мықты, алғаным алған, баратыны барады деген сияқты бір сөзді қайталап құрылатын эмоциялы баяндауыштар лепті сөйлем жасауға қатысады. Дати жалғаулықты күрделі баяндауыштар да осы лепті сөйлемнің эмоциясын береді. Сірестім де қалдым, алды да кетті. Шарттар айтылғалы етістік, оқуды бітірсек, пайдамызды тегізсек, сасе бабе, сын есім мен етістік немесе десеңші деген тіркесу арқылы алмасам ба, оған не жоқ десеңші. Етістік немесе есім сөз, дейсің немесе деймін деген көмекші етістіктермен тіркесіп, осы эмоциялы баяндауыштар жасайды. Жауды дейсің деп, ғаным тұлғар есімше бар ма деген, келгенім бар ма, айтқаным бар ма, айтпасым бар ма, үп көсемше, әр нәрсені тіленіп, мысалға. Осындай эмоциялы баяндауыштар арқылы лепті сөйлемдер жасалады. Осы назарларыңызға ұсынылып отырған лепті сөйлемнің тағы бір түрі бұл реплика ретіндегі лепті сөйлем деп аталады. Құрамындағы сөздерді мүшелік қатынасқа анық даралауға келмейтін, тұрақты бір сөзді қатыстырып құралатын, диалогта жауап реплика ретінде жұмсалатын сөйлемді реплика ретіндегі лепті сөйлем дейміз. Жасалуы алдыңғы репликаның бір сөзін қайталау арқылы осыны айтасың ба, айтпағанда, қайдағы не қылған, қайталанған сөз, есім, есімше, не зат есім, сын есім тіркесіп келеді. Ал жүрейік шешей, қайдағы шешей, не қылған шешей. Қайталанған сөз, есім немесе етістік болуы мүмкін, несі қалай деген сөзбен тіркесіп келеді. Мұны соншама шимайладың, шимайлайдыңын қалай? Бұл әдейі салынған сурет. Бұдан басқа жасалуында қайдан бұйрық райлы етістік тіркесіп келеді. Бұрынғы есепші өзі босады ма? Қайдан өзі босасын? Қайталанған етістік сасы тұлғасында және шашы формасымен келеді. Шашы деген сұраулық ұшлаумен. Сонда бір қалжыңдап едім. Қалжыңдасаң ше? Ғанда тұлғасы шашы қандай? Соны да әкетесің бе? Әкетпегенде ше? Әкеткенде қандай деген. Сіздердің назарларыңызға осындай
Сұраулы, бұйрықты, лепті сөйлемнің сипаттамаларын ұсындық. Назарларыңызға рахмет.